Жылдағы дәстүрге сай қаламызда екінші дәрежелі банктердің арасында спартакиада өткізілді. Бұл жолы банк қызметкерлері шаңғы тебуден жарысқа түсті. 20 банктен құралған 15 команда жарысқа қатысты. Бұл енді біздің еліміздің дамуына, халықтың спортпен айналысына, жақсы дәстүр дамуына қосқан үлесіміз ғой деп ойлаймын. Өйткені банкте өздеріңіз білесіздер, көбі жастар жұмыс істейді. Жастарды спортпен айналыстыру, жастарды жақсы жұмыс істеуге шақыру. Ойлаймын, өйткені спортпен айналысқан адам бұл денсаулығы мықты деген адам. Банктер арасындағы спартакиада 1996 жылдан бері өткізіліп келеді. Биыл жарысты Цеснабанк акционерлік қоғамы ұйымдастырып отыр. Сондай-ақ жарысқа Есения сұлулық салоны демеуші болды. Ал сайыс қатысушыларына қолдау көрсетіп келген халықта шек болмады. Солардың бірі Максютова Динара. Цеснабанктың қызметкері өз құрамасының жеңіске жетеріне сенімді. Меніңше осындай іс-шаралар көбірек өткізетін болса, біздің халық арасында және де банктердің арасында спорттық сайысқа баулу және де яғни денсаулықты сақтау деген сияқты позицияны ұстанатын адамдар көбірек болады. Жарыс қорытындысы бойынша 3-ші орынды Халық банк, ал 2-ші орынды Ұлттық банк иемденді. Ал бас жүлдені Сбербанк акционерлік қоғамы жеңіп алды.